Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сабақты бастамас бұрын аптаның дәйек сөзін қайталайық. Жанұям, қорғаным, ата-анам, тірегім. Жанұям, моя семья, қорғаным, моя защита, ата-ана, родители, тірегім, моя опора. Қайталаймыз. Жанұям, қорғаным, ата-ана, тірегім. Жақсы. Ал енді оқушылар, үй жұмысын тексерейік. Үйге тапсырма болды. 13-ші бетте 5-ші тапсырманы жазбаша түрінде орындап келу. Яғни 5-ші тапсырмада орындары ауысқан сөздерді ретімен орналастырып, сөйлем құрастыру керек болған. Ал енді оқушылар өз жауаптарыңды тексеріңдер. Жақсы оқушылар. Ақпаратты еске түсірейік. Мұхтар Әуезовтің туған жылы. Мұхтар Әуезовтің әкесі мен атасының аты кім? Мұхтар Әуезовті кім тәрбиелеген? Кімнің өлеңдерін Мұхтар Әуезов жатқа білген? Өмірін кімге арнаған? Мұхтар Әуезовтің қайтыс болған жылы. Жақсы оқушылар, Мұхтар Әуезовтің өмірбаянын еске түсіндірдіңдер деген ойдамын. Ал енді бүгін сабақтың тақырыбы әке көрген оқ жонар. Сын, воспитанный отцом, может самостоятельно соорудить стрелу. Сабақтың мақсаты тірек сөздерді анықтаймыз, жетекші сұрақтар мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтаймыз. Тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу. Алдымен оқушылар жаңа сөздермен танысып, жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Таға, подкова, сынып, қалғын, сломанный, поломанный, иеліп, нагнувшись, қаланың шеті, окраина города, қаланың шетінде, на окраине города. Уста, кузнец, аяндап жүру, медленно идти, еріну, лениться. Оқушылар жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырып үйреніңдер. Жақсы, ал енді бірінші тапсырма оқушылар мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді тыңдап, 14-ші бетте екінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Ал мәтінге көшейік. Әке мен бала. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу қайтып келе жатып, жолда қалған аттың ескі тағасын көріп баласына: «Анау тағаны балам, ала жүр» деді. Бала әкесіне: «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын» деді. Әкесі үндемеді, тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайрылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетіден өзі бір-бірлеп алып жеп, баласына қарамай аяндап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала жерге түскен шиені жерден алып аузына салады. Біраз өткен соң тағы бір шие, сонымен әр жерде әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді.
Ең соңында әкесі тоқтап баласына шиені орамалымен ен беріп тұрып: «Көрдің бе мана тағаны жамансынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға ерінді. Енді сол тағаға сатып алған шиенің жерге түскенін аламын деп бір еңкеудің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен құр қаласың» деді. Жақсы оқушылар, енді тапсырмаға көшеміз. Тапсырма: тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді анықтаңыз. Яғни оқушылар 5 тірек сөзді анықтаңдар. Жақсы балалар, тапсырманы барлықтарын орындадыңдар деп сенемін. Келесі тапсырма: сұрақтарға жауап беріңіз. Әкесі баласына не деді? Баласы әкесіне қалай жауап берді? Ескі тағаны кім көтерді? Әкесі ескі тағаны кімге сатты? Әңгіменің басты идеясы не? Оқушылар, осы тапсырмаға, сұрақтарға жауап беруге тырысыңдар. Жақсы балалар, енді диалогты жалғастырамыз. 15-ші бетте 4-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мәтін бойынша сұрақтар құрастырып, диалог құрыңдар. Оқушылар, диалог құрастырған кезде сөйлеу әдебін сақтаңдар. Мәтінде қандай мақал бар? Оны қалай түсіндің? Әңгіме авторы саған таныс па? Мәтін неден басталып, немен аяқталады? Оқушылар, енді осы диалогты ары қарай жалғастырамыз. Оқушылар, үйде тапсырма жазып алыңдар. 14-ші бетте 1-ші тапсырма: ауызша орындап келіңдер. Әкенің бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыңдар? Кластерді толтырыңдар. Кластерді толтырып, ауызша айтамыз. Әкенің қандай қасиеттері болу керек? Қамқор. Качество. Какие качества должны быть у отца, да? Қамқор. Заботливый, сыйлы, уважаемый. Вот, ребята, вы должны дополнить, какие еще качества должны быть у отца.